Райхан әріптесінің сөзінің астарында шындықтың жатқанын нақты түсініп тұрды. Алайда Райханды бұл сөздер тоқтата алмады. Баланың жылағанына бей-жай қарай алмаған Райхан күнде балаға тығылып келетінді шығарды. Кейде бала жыламаса да келіп қарап кететін. Райханға бұл үлкен ләззат сыйлайтын. Тек жұмыстан бас көтермей жүрген Райхан үшін кішкентай Тоғжан шаршағанын басатын, тынышталдыратын дәрідей болды. Өзін бір игі іс жасап жатқандай сезініп, өзін мақтан тұтатын. Басын қатерге тігіп, Райхан баланы қарап жүрді. Сондай түндердің бірі еді. Бірақ бұл түн ерекше болды. Сол түні қожайын үйде үлкен жиын өткізді. Жақсы отырыс ұйымдастырмақшы болған қожайын біраз адамды шақырыпты. Олардың барлығы түннің ортасында тарап, ал таңда үй айнадай жалтырап тұруы керек еді. Райхан қонақтардың дені кеткен бойда үйді жинастыруға кірісті. Бөлмеден әлі де ішімдіктің иісі шығып тұрды. Жайлап-жайлап үй тыныштала бастады. Райхан тазалық жұмыстарына бар ынтасымен кірісіп кеткені сонша, кішкентай Тоғжан шыр етіп жылаған кезде шошып кетті. Райхан балаға назар аудармай, тазалық жұмыстарын жасай беріп еді. Алайда Райханды аналық сезімі билеп алды. Баланың жылағанына шыдай алмай, Райхан қолындағы шүберек пен шелегін тастай салды. Баланың бөлмесіне қарай беттеді. Бөлмеге кірсе, Тоғжан кереуеттің ортасында ойыншығын ұстап жылап отыр екен. Райхан бірден баланы қолына алды. Балаға сүт құйылған бөтелкесін беріп тынышталдырды. Тоғжан Райханның қолында жатып ұйықтап кетіпті. Райхан балаға еміреніп тұрып, баланың әкесі мен күтушісін ойлады. Оларға ашуы келіп налып тұрды. Баланы кереуетіне жатқызып, Райхан бөлмеден шықты. Ашуға булыққан Райхан тура қожайынның бөлмесіне қарай беттеді. Барған бетте Райхан қыздың сыңғырлаған дауысы мен ыңырсыған дыбыстарды естіді. Бала күтушісі мен қожайын көңіл көтеріп жатқанға ұқсады. Райхан есіктің жанындағы жарға жабысып ашуға беріліп, жүрегі дүрсілдеп тұрып қалды. Ол жас бала күтушісі Салтанаттың дауысын бірден таныды. Райхан қанша жерден ашуға булығып тұрса да, бөлмеге баса көктеп кіре алмады. Себебі бұл әрекеті оның жұмыстан шығып қалуына, немесе тіпті үйсіз, күйсіз далада қалуына әкеліп соғуы мүмкін еді. Сол себепті Райхан баланы тағы бір қарап бөлмесіне қайтып келді. Бөлмесіне есеңгіреп келіп отырып қалды. Бір кезде оның есіне аяқталмаған тазалау жұмыстары есіне түсіп кетті. Барып жалғастырып таң атағана бөлмесіне келіп көз шырымын алды. Азанмен өз-өзін қолға алып ас үйге келді. Ас үйде үй қызметкерлері таңғы ас ішіп отыр екен. Райхан да өзіне қою шай шығарып алып, түнімен естігенін көргенін ойлады. Ойдың тұңғиығына батып кеткен жұмыстасын көріп, Райханның қасына құрбысы жақындады. Не болды? Бозарып кетіпсің ғой, деп сұрады. Райхан көрген білгенін, естігенін бәрін айтып берді. Құрбысы әрі жұмыстасы гүлім Райханды қолдайды ма деп үміттеніп еді, алайда олай болмады. Райхан, мен саған кешеде айттым, бүгін де айтамын. Жөніңе жүр. Ол сенің балаң емес. Неге ол бала үшін соншама басыңды қауіп-қатерге тігесің? Өз жұмысыңды біл. Ертең жұмыстан да басыңдағы баспанадан да айырылып қаласың деп қорқытты құрбысы. Түсінші, мен олай бей-жай қарай алмаймын. Жұмысқа бола, басымдағы баспанаға бола, мен баланың жылағанына көз жұма қарай алмаймын. Сені түсінемін. Бірақ бұл үйдің өзіндік тәртібі бар. Ол баланың әке-шешесі бар. Сен ештеңені өзгерте алмайсың, деді құрбысы. Райхан үн қатпады. Екеуі үстелден тұрып өз жұмыстарына кетті. Кеш батты. Түнгі ұйқысы дұрыс болмағандықтан Райхан бөлмесіне келген бойда жуынбастан, киімін ауыстырмастан ұйықтап кетіпті. Алайда түннің ішінде Тоғжанның жылаған даусы Райханды тәтті ұйқысынан оятып алды. Балаға тіке барып еді, әдеттегідей жанында ешкім жоқ. Я әкесі жоқ, я күтушісі жоқ. Райхан баланы қолына алды. Бала жылағаннан қалшылдап кетті. Райхан баланың қарны ашқанын бірден түсінді. Ас үйге апарып баланы тамақтандырды. Бөлмесіне әкеліп бесік жырын айтып шамалы ғана тербетіп еді, тәтті ұйқыға кетті. Райхан да өз бөлмесіне келіп тәтті ұйқысын жалғастырды. Таң атты. Барлық үй іші ояна бастады. Бір кезде ортаңғы бөлмеге баланың әкесі мен күтушісі кіріп келді. Райхан үстелдің үстін сүртіп тұра берді.
Бір кезде қожайын бірдеме байқағандай, сіз неге ұзақ сүртіп тұрсыз? Деп дөрекі күйде сұрақ қойды. Райхан үнсіз, тез-тез сүртіп бөлмеден шығып кетті. Райхан шынымен де үстелді ұзақ сүртіп кетіп еді, себебі бар ойы бала күтушісі болып келіп, әкесінің күтушісі болып кеткен Салтанатта болды. Түн болды. Қожайын мен бала күтушісі ауладағы бассейннің жанында көңіл көтеріп жүргенін барлық үйдегі адамдар біліп көріп жатты. Райхан да олардың дауыстарын анық естіп жатты. Бірақ оларға емес, Тоғжанға алаңдады. Себебі бұл түні керісінше Тоғжанның еш дауысы шықпай қалды. Райхан баланы уайымдап бөлмесіне қарай келді. Бөлмесіне келіп, есікті ашып кіріп, жан-жағына қарады. Баланың керуетінде қалың көрпе жабулы тұрды. Барып ашып қалса, керуетте дем жетпей жылап жатыр екен. Бала күтушісі баланың дауысы естілмесін деп әдейі қалың көрпе жауып кеткен екен. Бұны көрген Райхан ашуға берілді. Қожайынмен бірге көңіл көтеру үшін баланы бұлай қинағаны шекерадан шыққандық деп білді. Райхан баланың дауысы естілмесе де келгені қандай жақсы болған. Тұншығып өліп қалса ше деп Райхан ашуға булықты. Баланы көтеріп алып, тыныш, жаным, тыныш. Мен жанындамын, қорықпа деп баланы тынышталдырды. Райхан баланы алып, жылағанын басты. Тамағын беріп, шамалы күлдіртіп ойнап, содан соң әндетіп ұйықтатып тастады. Баланы жайлап қана орнына салды да, бөлмеден ақырын шықты. Өзінің жұмыс орнына барып, үйді тазалауын жалғастырды. Қожайын мен бала күтушісінің дауыстары басылған екен. Бір кезде екеуі Райхан жүрген бөлмеге кіріп келді. Сен әлі тазалап жүрсің бе? Өзің бір ұлудай жай екенсің деп қожайын Райханға дөрекі сөйледі. Райхан әдеттегідей үн қатпады. Бағанадан бері баланың жанында жүргенін қайдан айтсын. Райхан жұмысын бітіріп бөлмесіне кетті. Ұйықтауға дайындалып төсегіне жатқан Райхан көз ілмеді. Түнімен дөңбекшіп баланы ойлап, қожайынмен немесе бала күтуші Салтанатпен сөйлесуді ойлап, жоспарлап көз іле алмады. Не ұйықтағанын білмей, не ұйықтамағанын білмей Райхан азанда төсегінен тұрды. Таңғы жұмыстарын жасап жүрген сәтте Райхан Салтанаттың оңаша бір бөлмеде отырғанын көрді. Сол сәтті пайдаланып Салтанатпен сөйлесуге бел буды. Салтанат, сен соңғы кездері жұмысыңа өте немқұрайлықпен қарап жүрсің. Сенің немқұрайлығыңнан бала зардап шегуі мүмкін, түсінесің бе? Ол әлі сәби ғой. Қасында анасы да жоқ. Салтанат еш қиналмастан, миығынан күлді де, Райхан, өз жұмысыңды және өз орныңды біл. Мен қаласам сені қазір-ақ жұмыстан шығартырып жібере аламын. Ал балаға келетін болсақ, мен жақын арада осы үйдің патшайымы боламын. Сол кезде менің ең бірінші атқаратын жұмысым Тоғжанды балалар үйіне жіберу болмақ деді де, таңғы ас салынған тәрелкені алды да, Райханның аяқ астына лақтырып жіберді. Жина. Басқада шаруаң болмасын деп Райханды иығымен бір итеріп, тамақтан бір аттап бөлмеден шығып кетті. Райхан естіген сөздерінен кейін аң-таң болып тұрып қалды. Балаға осыншама жамандық тілеу қалай ғана ойына келгеніне әлі сене алмай тұрды. Осыншама адам жауыз болар ма екен? Ашуға беріліп көзіне жас толды. Қожайынға айтқаннан пайда жоқ екенін нақты түсінді. Шашылған таңғы асты жинап, үй тірлігімен айналысып жүрген кезде үйге қожайын кірді. Салтанат алдынан жүгіріп шығып, шағымдана бастады. Сіздің Райхан атты қызметшіңіз маған азанмен айқайлап ұрсып берді. Тоғжанға дұрыс қарамайсың деді. Сонымен қатар, менің ойымша ол ұрлық жасайтын сияқты. Деп өтірікті қарша боратты. Қожайын Салтанатқа сеніп Райханды шақырды. Райхан келген бетте ақ қарасын ажыратпастан, қожайын Райханға айқайлай жөнелді. Сен өзіңді кіммін деп жүрсің? Тап қазір үйді мұнтаздай етіп жина, сосын заттарыңды алда үйден тайып тұр. Осы айдың жалақысын саған бермеймін. Деп сот үкімін оқығандай қатты айтты. Райхан бұндайға дайын болғандықтан көп қинала қоймады. Тек бар ойы Тоғжанда болды. Түскі ас ішетін уақытта барлық қызметшілер дастарханға жайғасты. Райхан өзінің жұмыстастарына кетіп бара жатқанын, жұмыстан қуылғанын айтып берді. Құрбысы бірден жалт қарап өзінің ескерткенін айтты. Райхан, мен саған айттым ғой. Балаға араласпа, өз жұмысыңды ғана біл деп. Ал сен тыңдамадың. Білемін, айттың. Бірақ мен баланың жылағанын естіп тыныш ұйықтап жата алмаймын.
Сонымен кеште батты. Үйдің іші мұнтаздай тап-таза. Дастархан әр түрлі асқа толы. Бүгін қонақтардың екінші легі келетін күн еді. Далада әуен шырқалып жатыр, даяршылар ішімдіктер ұсынып жүр. Қонақтар жайлап келіп жайғасып жатыр. Үй у-шу. Барлығы келген қонақтар мен солардың жағдайын жасаумен әуре. Баланы ойлап жатқан ешкім жоқ. Тіпті қожайында ұмытқандай. Ал бала күтуші болса, ол да бір құдды бір қонақтай болып киініп алып, қонақтардың арасында жүр. Бір сәтте Райхан баланың жылаған даусын естіді. Бөлмесіне барып еді, шынымен де Тоғжан жылап отыр екен. Райхан Тоғжанды көтеріп алды. Ал Тоғжан болса, өмірінде бірінші рет Райханды өз еркімен құшақтап алды. Құшақтап көпке дейін жібермей тұрды. Райханның жүрегі еміреніп кетті. Онсыз да күні бойы осы Тоғжанды ойлап жүргенде, Тоғжанның бұл әрекеті Райханға қатты ауыр тиді. Сол сәтте Райхан баланы бұл бассыздықтың ортасына тастап кете алмайтынын нақты түсінді. Барлығы қонақтар мен у-шу болып жүргенін жақсы түсініп, Райхан кішігірім дорбаға баланың бірнеше киімі мен керек жарақтарын салып алды да, артқы есік арқылы шығып такси шақырып, Райхан жақын арадағы қонақ үйге жайғасты. Тоғжанда жағдайды түсініп тұрғандай бір дыбыс шығармады. Райханның қасында бала өзін еркін ұстады. Үйренісіп алғаны сонша, Райханды көрсе мәз болатынды да шығарған. Сөйтіп Райхан баланың сүтін беріп, киімін ауыстырып ұйықтатып тастады. Алайда өзі көз іле алмады. Өзінің жасағаны барып тұрған қылмыс екенін Райхан жақсы түсінді. Райханды тіпті адам ұрлау атты бап бойынша соттап та жіберуі мүмкін еді. Олай болған жағдайда Тоғжан әкесінің үйіне қайтып барады, ал ол үйде оны керек қылып жатқан ешкім жоқ. Соның барлығын ойлап, Райханның шақша басы шарадай болды. Әйтеуір таң атты. Таң уайыммен басталды. Райхан сол үйде жасайтын өзінің құрбысына қоңырау шалды. Сәлем, бұл мен ғой, Райхан баланы алып кеткен менмін. Райхан, сен ақылыңнан алжастың ба не? Үйдің айналасында полиция толып жүр. Барлығы баланы ізде әлек. Тез өз еркіңмен баланы әкел. Олар сені бәрібір ұстап алады да түрмеге отырғызады. Адам ұрлау бабымен. Мен бәрінде жақсы түсініп тұрмын. Бірақ маған кейін шегінерге жол жоқ. Мен бәрібір түрмеге қамаламын. Бірақ оған дейін мен Маржанды тауып, баланы соған тапсыруым керек. Ол не дегенмен баланың анасы ғой. Жақсы, мен қазір Маржанның нөмерін табуға тырысамын. Ал оған дейін сен байқап жүр. Сақ бол, деп құрбылар тұтқаны қойды. Райхан шыдамсызданып, уайымға беріле бастады. Өз-өзін тек баламен ойнап, оны құшақтап сүйіп қана басты. Бір кезде телефоны шыр ете қалды. Мен Маржанның нөмерін таптым. Қазір саған жіберемін. Сен сақ бол. Байқап жүр, деп құрбысы тұтқаны қойды. Райхан Маржанның нөмерін алған бойда оған қоңырау шалды. Бұл кезде қожайынның үйінде полиция қызметкерлері қаптап жүреді. Олар үйдегі әрбір адамнан түсініктеме алып жатты. Бала күтушісі баланы уайымдап тұрған кейіпті салып алып, өтірік бірдемелерді құрастырып айтып жатты. Бір кезде полиция қызметкерлерінің бір көлігі Райхан жатқан қонақ үйдің алдына келіп тоқтады. Ішінен бала күтушісі мен қожайыны түсті. Олар Райханды бірден тауып алды. Екеуі бөлмеге баса көктеп кіріп келді. Бала күтуші Салтанат бағанадан бері уайымдап, алаңдап жүрген адамның кейіпіне еніп, баланы бірден қолына алып, бауырына басты. Тоғжан барғысы келмей, Салтанаттың қолында тұрғанда жылап, айқайлап кетуге тырысып бақты. Қожайынның түрі бұзылып кеткен. Түрінен ашуға булығып кеткендігі, өз-өзін әзер ұстап тұрғаны айтпаса да түсінікті еді. Оны қызығын табылғандығы емес, Райханды жазалау мәселесі көбірек алаңдатып тұрғаны белгілі. Полиция қызметкері Райханның жанына келіп, үн-түнсіз қолына кісен сала бастады. Бұл сәтте олар қонақ үйдің дәлізінде тұр еді. Қонақ үй қызметкерлері мен қонақтары бұл көрініске таңдана қарады. Олардың жанарында дым жақсы жап, жас қыз қалайша бала ұрлауға барды екен деген сөз тұрды. Екінші бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, үшінші бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеле кетіңіз. Әңгіме ұнап жатса, лайк басып қойыңыз.